Сәлеметсіздер ме, менің тұрақты көрермендерім. Бүгін күн жексенбі. Мен балаларыма супер пицца жасап берейін деп жатырмын. Ол үшін мен міне өзімнің огородымнан солить еткен былтырғы огурцыларым, помидор дүкендікі, қалып кеткен сыр, как всегда, и колбасик бар менде. Одан кейін ең бастысы менің бір ғана қоңыраушамды басу арқылы менің каналыма тіркеліңіздер. Қазақ қызын қолдаңыздар. Сіздермен бірге болған әдеттегідей Ардақ Әлбековна. Ал ендеше бастайық. Мен кішкене ғана ұн алдым. Оған міне кішкене ғана май қостым. Ең бастысы менің рецептімнің ерекшелігі, мен бұл пиццаның маңына дрожжи қосамын. Щепотка соли. Щепотка соли. Ал ендеше бастайық. Бисмиллахиррахманиррахим. Сыр текеміз анамен агурцты. Майланған леске қойып алдық. Енді біз мынандай кетчуппен майонезді қостық. Жақсылап жағып алайық. Мен колбасиктарын қойып шықтым. Енді огурцыларын қойайын. Негізі үйде свежий огурцы да бар. Бірақ мен пиццаны осы соленый огурцыдан керемет жақсы көремін. Сондықтан менің қалауыммен болып жатқан дүние деп па. Ішкі түйсігім, ішкі қалауым свежий огурцыды қалап кетті. Ой, соленый. Бізде далада бүгін қатты жел, күн жексенбі. Баяғыда күн кісілер айтушы еді, жаман күнді жатып өткіз деп. Далада талай шаруамыз бар еді, енді оған ауа райының қолайсыздығына байланысты бүгін тамақпен айналысып кеттік. Ал енді 150 градуста 20 минутқа пісіруге жібереміз. Құрметті менің көрермендерім, міне пицца ыстық. Міне тездетіп, біз қазір сыр үстінен төртеп жүреміз де. Плитканы өшіріп, қайтадан бір 2 минутқа қойып аламыз. Сонда біздің сырымыз тура тик-тоқтағыдай болады.
Созылмалы, әдемі болады. Ардақ Айбековнамен бірге болыңыздар. Пайдалы рецепттермен бөлісетін боламыз. Арнамнан алыстырмаңыздар. Подписаться батырмасын басыңыздар. Көрермендер, міне менің пицца пісті. Келеріңіз кесіп. Қазір тоқабыраттан осыны жегісі кеп отыр. Міне сыры деген осындай созылып тұр. Нанның өзі қандай керемет болды. Міне сырлары созылып жатыр. Тура осы рецептімен жасаңыздар. Кереметтей дәмі кереметтей болады. Қазір менің балаларым 5-ші айында пиццаларын жейді. Некелеріңіз созылып жатыр. Көрермендерім, міне мен әп-сәтте өте оңай рецептімен 3-ақ заттан дайындалатын пицца дайындадым. Енді отбасымды қуантайын деп отырмын. Сіздер менің қоңыраушамды басып, менің каналыма міндетті түрде тіркеліңіздер. Пайдасы көп, каналым менің. Ал ендеше мен біреуін жеп көрейін. Бисмиллахиррахманиррахим. Бисмиллахиррахманиррахим. Науыске пицца болып екен. Астарыңыз дәмді болсын, қазақ елі аман болсын. Сау, саламатта болыңыздар.